Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз ауызашардың 14-ші күніне ерекше дәмді бризольмен осындай оңай 5 минуттық салатты жасаймыз. Видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Алдымен картопты жуып, жақсылап аршып, одан кейін суды құйып, отқа салып қоямыз. Яғни картопымызды пісіреміз. Оған дейін фаршты аламыз, бір жұмыртқаны саламыз, оның дәміне қарай тұз, бұрышын қосамыз. Бұл қыздар бір бризольдің ингредиенттері жазулыдыр. Осыған байланысты үйіңізде қанша адам бар, сонша бризоль жасасаңыз болады. Енді венчиктің көмегімен жақсылап барлығын шайқап аламыз. Жұмыртқалы массамыз жақсылап езілгеннен кейін енді табаны қыздырып бастаймыз. Көріп тұрғандай қыздар, менде таба орташа, яғни шағын, сол себепті мен бір жұмыртқа қостым. Ал егерде сіздің табаныңыздың диаметрі 26 болса, онда 2 жұмыртқадан қосасыз. Барлығын осылай біркелкі етіп жайып алғаннан кейін екінші жағын аударып қуырып аламыз. Шамамен менде әр бризольға 1-4-5 минут уақыттай кетті. Яғни бұларды асықпай қуырып аламыз, өйткені аралары піспей шикі болып қалуы мүмкін. Дайын болған бризольді міндетті түрде ыстықтай рулет сияқты осылай орап қою керек. Араларына қияр, қызанақты қоссаңыз да болады. Әдемілік үшін, дәм беру үшін пакетке осылай кетчуп, майонезді жағып алып, әдемілеп осылай құйсаңыздар болады, достар. Енді осы бризоліміздің қасына ерекше дәмді салатты жасаймыз, кеттік. Бұл салаттың жасалу жолы оңай, сол себепті кез келген уақытта жасап қоюға болады. Ең әуелі бізге бір қияр керек. Қиярымызды дәл видеодағыдай ұзыншалап, жұқалатып турап аламыз. Одан кейін барлығын турап болған соң, жасыл пиязымызды да дәл видеодағыдай сәл ірілеу қылып тураймыз. Мінеке, жасыл пиязымызды да турап болдық. Енді бізге орташа көлемде сәбіз керек. Сәбізімізді әдемілетіп, үкіштен өткіземіз. Барлығын осылай дәл видеодағыдай жасаймыз. Енді дәміне қарай қара бұрышты, кориандр, паприка және де сәл ғана қызыл бұрышты қосамыз. Дәміне қарай тұзды да себуге ұмытпаймыз. Ащы болғанын қаласаңыздар, онда қызыл бұрышты көптеу етіп сепсеңіз болады. Енді оған 1,5 қасық соя тұздығын саламыз және де 1 ас қасық сұйық майымызды құямыз. 5-6% болатын жарты шай қасық уксусымызды құйып, ең соңында 1 шай қасық күнжіт дәнін себеміз. Енді барлығын араластырамыз және де 30 минутқа тынығуға алып қоямыз. Сол кезде соусына бір-біріне дәмі шығып, салатымыздың дәмі ерекше дәмді болады. 30 минуттан кейін осылай тарелкемізге сала берсек болады. Оған дейін біздің пюреміз де дайын болды. Бризольдің қасына осындай пюрені, қызанақты, қиярды ұсынсаңыз болады, достар. Оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.